Ми дамыту коучы, подкастшы, жазушы және жеке кәсіпкер Джим Квик туралы айтатын боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнаға жазылып, лайк және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Джим Квик мидың эффективні жұмыс жасауы бойынша номер 1 эксперт. Қысқасы, память жақсарту және скорочтение, яғни жылдам оқу қабілетін дамытуға көмектесетін адам. Джим Квиктің жасы қазір 51-де, бірақ оның түріне қарап максимум 40 жас беруге болады. Ол өзінің миын дамыту арқылы өз жасынан әлде қайда жас көрінеді. Джим ағамыз туралы қызық факттерге келетін болсақ, ол 1 минутта 500-ден 1000 сөз аралығында оқи алады. Bir жылда 50-100 кітапты оқып бітіреді. Bir кітапты 2-ақ сағатта оқиды. Қандай ерекшелігі бар? 1 минутта 1000 сөз оқу қалай деп таңғалып жатсыздар ма? Енді мына қызыққа қараңыздар. Джим 5 жасында басынан травма алған болатын. Кластасы отырған столын тартып алғанда, Джим құлап басын батарейкаға соғып алған. Сол травмасының кесірінен 16 жасқа дейін миы дамымай, дұрыс оқи алмаған. Ештеңені түсіне алмайды, ештеңені дұрыс қабылдай алмаған. Тіпті мұғалімі миында ақауы бар бала деп оны оқытпай қойған. Сонымен колледжге түскен соң бір күні досының үйіне барады. Шай үстінде досының әкесі Джим сабағын қалай деп сұрайды. Мүлдем сабақ оқи алмағанынан мынау сұрақ Джим үшін бір үлкен катастрофа болады. Бірақ еш алмастан, менің миым дамымай қалған, сабақ қанша оқысам да миым қабылдамайды, түсінуім өте қиын деп жауап береді. Сол сәттен бастап досының әкесі оған қаласаң да, қаламасаң да аптасына 1 кітап оқы деп тапсырма береді. Бірақ миға аз уақытта осындай көп ақпаратты қабылдау катастрофа ғой. Сонымен Джим ағамыз ауруханадан бір-ақ шығады. Ауруханада жатқанда, қойшы, бәрібір менің миым жасамайды, жарамайды, далбаса нәрсе деп қоя салмай, басқа варианттар іздеп бастайды. Сол кезде оның ойына бірінші маңыздысы қолмен жұмыс істеу емес, мимен жұмыс жасау деп бірден памятты жақсартатын тренировкаларды бастап кетеді. Бірақ әлі де кітап оқығанда ежелеп дұрыс оқи алмай жүреді. Сөйтіп, соңғы рет қашан мен оқуды үйрендім деп, ол өзі ойланып отырып өзіне сұрақ қояды. 6-7 жасында екені есіне түседі. Джим Квик, мәссаған, адам өмір бойы 6 жасында үйренген техникалармен оқыса, 21 ғасырда ат-арбамен жүргенмен тең ғой деп, скорочтенияны тереңірек үйреніп бастайды. Содан не керек? 20 жыл өмірін миды зерттеуге арнап, мықты бизнесмендердің миын дамытып, қазір миллиардерлермен жұмыс жасайды. Джим ағамыз долларовый миллиардер Брайан Трейси, бай актер, миллиардер Энтони Хокинс, Марстан үй салам деп жүрген Илон Маск және әйгілі 100 адам Форбсына кірген миллиардер Томми Робинске скорочтение, яғни жылдам оқуды үйреткен болатын. Джимнің керемет күші оқыту, тез үйрену мүмкіндігі бизнес әлеміндегі бәсекелестерге қарағанда абсолютті күшті артықшылық болып табылады. Бұл біздің жылдам өзгеретін әлемде жетістікке жетуге мүмкіндік береді деп Форбсте Джим Квик туралы осылай жазған болады. 16 жасына дейін миы жұмыс жасамаған адам Форбстың өзін мойындатып тастаған. Сізге де өзіңізді дамыту үшін әлі де кеш емес. Келесіде тағы да осындай қызықты ақпараттар мен қызықты оқиғалар тыңдағыңыз келсе, арнамызға жазылып, лайк және қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сүйікті оқырман.